Елімізде ата-ана қамқорлығынан айырылған 4 мыңнан астам бала бар. Жетімдер саны соңғы 10 жылда 70%-ға азайды. Соңғы жылдары бала асырап алу көрсеткіші өскен. Тек бұл процесс ұзаққа созылып, бюрократия құрсауынан шығу оңай емес. Бала асырап алуға ниетті құжаттардың тізімі egov.kz сайтында орналасқан. Онда бала асырауға үміткердің жеке куәлік көшірмесі, бала асырап алғысы келетіні және тұрмысына тексеру жүргізу туралы өтініш, отбасы жағдайы туралы анықтама, табыс мөлшері туралы құжат, үміткердің денсаулық жағдайы туралы анықтама керек. Сондай-ақ бұрын сотталмауы, арақ есірткіге тәуелді болмау шарт. Бұл құжаттар тапсырылса, тиісті органдар 10 күннің ішінде асырап алушының тұрмыстық жағдайына тексеру жүргізіп, 5 күнде нәтижесін шығарады. Алайда тағы да 2 ай мерзім күтуіңіз қажет. Жалпы соңғы 3 жылда елімізде 480 бала асырап алынса, 700-дей бала қамқорлыққа беріліпті. Негізі бала асырап алатындардың 95%-ы орташа жалақы алатын қарапайым отбасылар. Ауқатты адамдардың үлесі тек 5%. Бала асырап алуға ниетті отбасыға қатал талап жоқ. Мысалы, әйел үй шаруасында болып, ер азамат отбасының жалғыз асыраушысы делік. Тіпті кіріс көлемі 42 мың теңгенің шамасында болса да, бұл ерлі-зайыпты бала асырап алуға толық мүмкіндігі бар. Бұдан бөлек бойдағы жігіттер мен қыздар да бала асырап алуға құқылы. Алайда дәстүрлі емес жыныстық бағытқа жататындарға шектеу бар. Дегенмен бәрі соншалықты оңай емес. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайынның айтуынша, шенділер арасында тізімде жоқ құжат сұратып, ойдан ереже шығару әдетке айналған. Асырап алушыға баланы таңдауға мүмкіндік берілмейді. Айлап жүріп құжатын сақадай сайлап келсе, асырап алатын баланың жоқ екенін айтады. Аружан Сайын балалар мекемесінің басшылары бюджет қаражатынан қағылмау үшін осындай қадамға барады деп түсіндіреді. Неге дерсіз? Себебі балалар мекемесіндегі әр балаға айына шамамен 200 мың теңге бөлінеді екен. Неғұрлым бала көп болса, соғұрлым бөлінетін қаражат та қомақты. Ал бала саны аз болса, балалар үй жабылатыны түсінікті. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғының кебі. Күрмеулі мәселе мұнымен бітпейді. Жүргізілген сараптама асырап алуға алынған балалардың бірнеше жылдан кейін балалар үйіне қайтару жиілеп кеткенін көрсеткен. Жыл сайын 200-250 бала оралады екен. Бұл асырауға берілген бүлдіршіндердің 18%, дамыған елдерде 8%. Мамандар балалар үйі ашық мекеме болса, жетімдер саны азаяр еді деген пікір айтады. Себебі онда келетін азаматтар баламен жеке байланысып, мейірімі артып, оны өз отбасының мүшесі етереді дейді. Дегенмен тәрбиешілер есіктерін айқара ашуға асықпайды. Балалар туралы мәлімет қоры да жабық. Ондай мекемеге кімнің қандай ниетпен келетіні белгісіз. Бала туралы ақпаратты да теріс мақсатта қолдану мүмкін деген алаңдаушылық бар. Алайда Англияда бала асырап алу процесін жеңілдету үшін бала хақында мәліметті ашық жариялау 2012 жылы қолға алынған. Германия бұл саладағы заңын биыл жаңартты. Енді баланы асырап алғаннан кейін де ата-аналарға мамандар көмек беріп тұрады. Алайда азаматтарға өз бетінше шетелден бала асырап алуға тыйым салынады.